Мен бүгін сіздерге YouTube'ға қалай видео салу керек екенін үйрететін боламын. Біз өткен жолы телефонға қалай обой қою керек екенін үйренген болатынбыз. Ал бүгін YouTube'ға қалай видео салу керек екенін үйренеміз. Ең бірінші төбедегі видеоның суретін басамыз. Содан соң записьті басамыз. Сосын қалаған видеоларыңызды түсіре берулеріңізге болады. Ал бұндай видео ұнамаса, мынандай видео түсірулеріңізге болады. Өздеріңіздің түсірген видеоларыңызды алып, мен мына видеомны түсірген болатынмын. Қазір осы видеоны салатын боламын. Ең бірінші бұны қысқартып алайық. Керек емес жерлерін қиып тастаймыз. Міне қиып тастадық. Енді астына тақырыбын жазамыз. Мысалы үшін мен бұл мультиктің тақырыбын Pencil Motion деп қоямын. Және қазақша. Енді төбедегі загрузить дегенді басамыз. Қазір загрузить етіледі. Міне загрузить етілді. Мен бұған дейін өте көп видео түсірген болатынмын. Міне біздің өткендегі қалай телефонның обойын өзгертеді деген видеомыз шығыпты. Мен видеоларым, егер сізге осы видео ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып кеттіңіз. Сау болыңыз. Айтпақшы, және қоңыраушаны да басыңыз. Егер қоңыраушаны бассаңыз, менің жаңа видеоларым сізге көрініп тұрады. Сау болыңыз.